Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен супер пончик дайындаумен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сүт, сары май, дрожж, тұз және шекер, бір жұмыртқа, ұнымызды араластырып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Осындай қолға жабыспайтын қамыр илеп шығамыз. Осы қамырымызды жарты сағатқа тұндырып қоямыз. Жарты сағатта қамырымыз әдемі болып көтеріліп ашылады. Істеп қарауларыңызға кеңес беремін. Бір жасағаннан дайын болатын супер пончиктер. Осылай мен жарты сағатқа қойып қойдым. Жарты сағаттан кейін менің қамырым осындай болып көтерілді. Осы қамырымызды екіге бөліп алып, кішкене ұнмен оқтаудың көмегімен қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа көлемде пончиктерімізді стаканның көмегімен кесіп аламыз. Және ортасын осындай арнайы тескішпен тесіп алдым. Мен біреулер әртүрлі заттар қолдана береді ғой енді. Менде осындай болды. Осына мен тесіп алдым. Осы аралықта майымызды қыздырып қоямыз. Майымызға салып 2-3 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осындай болып піседі. Екі жағы да қызарып піседі. Өте дәмді, өте жұмсақ болады. Істеп қарауларыңызға кеңес беремін. Мен бетіне сахарный пудрамен бір шоколадты ертіп, үстіне осындай әсемдік жасап қойдым. Балдарға өте ұнады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.